Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен сондай дәмді болып шығатын белеш жеудің рецептін көрсетемін. Менің арнама тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен бізге қажетті заттар жылы су, жылы сүт, сұйық май, жұмыртқа және ұн қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы суды құямыз. Сосын оның үстіне жылы сүтті құямыз. Үстінен сұйық майды құямыз. Сосын жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне ас қасықпен жарты қасық тұзды саламыз. Қасықтың ұшымен кішкене қант саламыз. Сосын ашытқымызды саламыз. Ас қасықпен жарты қасық. Оны да жақсылап араластырып, ұнды аз-аздан сала отырып, қамыр жасап аламыз. Мен осылай ең алдымен ұнды аз қандай бөлігін салып, венчикпен араластырып аламын. Сосын ары қарай қолыммен қамыр жасап аламын. Міне бізде осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Енді ол қамырды жақсылап елеуін қандырып, үстіне пешевой пленкамен ауа өткізбейтіндей етіп жауып жылы жерге қоямыз. 1 сағатқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз 1 сағаттан соң осындай әдемі болып көтеріледі. Оның бетін ашып, қолымызды майлап, сұйық маймен майлап, қамырды ыдысынан босатып аламыз. Сосын қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызда, егер кішкене белешей жасаймын десеңіздер, кішкентай бөлікке, үлкен белешей жасаймын десеңіздер, үлкен бөлікке бөлесіздер. Міне біздің барлығын бөліктерге бөліп алдық, енді оны кішкене дөңгелетіп аламыз. Енді қамырдың үстін салафанмен жауып, жылы күйінде 10 минутқа ұстаймыз. Оған дейін менің салмам дайын болып қалған. Мен фарш пен пиязды және картопты турап араластырып алдым. Ал енді қамырымызды жайып, жұқа етіп жайып, ішіне салмасын салып түйеміз. Қамырымызды түйген кезде шетінен жинап отырып түйеміз. Ортасын тесік қып қалдырсаңыздар, жақсы піседі. Міне біздің барлығын белешелеріміз дайын болды. Енді оны қызып тұрған майда қуырып аламыз. Мен алдын ала майды қыздырып алдым. Майды көптеу құйып, бауырсақ пісіргенде көптеу құямыз. Барлығын қызып тұрған майға салып, аунатып пісіріп аламыз. Бірінші тесік жағын төбесіне қаратып, сосын кішкене асты піскен соң аударамыз. Уайымдамаңыздар, ортасындағы ішінде салмалары ешқандай түсіп, шашырап кетпейді. Міне достар, біздің белешелеріміз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығатынына кепілдік беремін.